Сәлеметсіздер оқушылар. Әдебиеттік оқу сабағын бастаймыз. 7-ші сабақ, сабағымыздың тақырыбы не үйрендім? Халық шығармаларын бір-бірінен ашып аласың ба, байқап көр. Бірінші тапсырма, халық ауыз әдебиеті туралы білетініңді айт. Халық ауыз әдебиеті халық шығармаларының айрықша саласы, ауызша шығарылып, ауызша таралған көркем әдеби туындыларының жиынтық атауы. Қазақ халқының мұндай сөз өнерін ғалымдар ауыз әдебиеті деп атаған. Сонымен бірге ғылым мен мәдениетте халық шығармашылығы, халық поэзиясы, халықтың ауызша саз өнері дейтін атаулар осыған жақын мағынада қолданылады. Екінші тапсырма, бұл бөлімнен қазақ ауыз әдебиетінің қандай түрлерімен таныстың? Сызбаны толықтырып жаз. 4 түрік туралы жырлар, ертегілер, жұмбақтар, аңыздар, мақал-мәтелдер, шешендік сөздер, бесік жыры, жаңылтпаштар. Үшінші тапсырма, 2 немесе 3 қатар бойынша жаңылтпаш айтудан жарысып көріңдер. Жаңылтпаш қазақ ауыз әдебиетінің шағын жанры. Жаңылтпаш ойын-сауыққа жиналған жұртты күлдіру. Жас ұрпақтың тілін ұстартып, әртүрлі сөзді шапшаң айтуға үйрету мақсатымен пайда болған. Жаңылтпаштың сөздері адамды жаңылтыратындай қиын немесе ұяң және қатаң дауыссыз дыбыстардан құралады. Қара сөз немесе өлең түрінде болады. 4-ші тапсырма, белгілі бір тақырып төңірегінде мақал-мәтелдерді қолданып сөйлесіңдер. Үлгі, достасу тақырыбы. Дос ажарым, жолдас базарым, азаматпен дос бол, қадірі біледі. Айырылғысы келген дос аяулымды сұрайды. Айырылар дос ердің артқы қасын сұрайды. Айырылмастай достың мал бір, кемеде жаны бір. 5-ші тапсырма, түзетіп оқы. Май жақтықта етікке, от жібердім үтікке. Сұрап алып шешемнен, қымыз іштім кеседен. Құрдым ауды, шолдым талды, кердім арқан, жедім талқан. Мұзафар Әлімбай.